Достар, міне влог форматтағы распаковка семейдегі скутер семейдің арқасында өзімнің қысқа вынысымды бұрынғы лупустағы ұзын вынысқа айырбастап алдым. Бушный әрине, бірақ ұзын. Аэрокстікі специально бұрын лупус қалған болатын. Одан кейін торкаға пружина алдым. Оригинал Коса, Тайвань, 1,5 оборотқа. Малосидің желтый сияқты. Бұны сал көреміз, енді қандай разница болады көреміз. Еще желательно сцепленияға кішкентай 1,5-дық пружиналар болса тіпті керемет болар еді. Жарайды, ол десерт болады, сосын қалады. Көреміз. Мүмкін револттан ба алып қалармыз. Қазынан аш көреміз. Міне достар, аштым. Оригинал Коса. Не. Дұрыс көрінбей тұрған аш. Міне Коса. Размер жазылған, витоктың 1,5 оборотқа жазылған. Осындай Коса. Коробкасы осындай болады. Тайваньский запчасть. Қытайский пружина алып қажет жоқ мынандай. Себебі ол 1-2 жүргеннен кейін уже 1-2 рет мыжылғаннан кейін өзінің жесткісін бәрін, свойствосын бәрін жоғалтып алады. Сосын стоковый пружина сияқты болады, жұмсақ болып қалады. Одан да жұмсақ болып кетпесе әрине. Саламыз, көреміз. Разницаны көреміз. Жақсы. Moto 50-тан посылка келді. Мен өзім ашып көрмедім әлі. Бір қолға ыңғайлы болсын деп ашып қойдым. Реммен мен сальник заказ бергім. Раскоробкинг. Не ремен, атайна. Не. Бұл ремен өзімдік менкінен ұзындау. Не, 16,5, 8, 151-ге. Менде тұрған ремен 147 ма, сондай. Одан кейін вилкіге сальник. Потому что менкі уже майдың бәрі ақ кетті, ұстамайды. О, Moto 50 наклейка. Красавчик. Вот. Made in Japan. Ох ты. Вилками сальник. Лайф форматта раскоробка. Не. Екі 29-да 8, 40-да 7. Иә, вилканык. Алиэкспресте бір сальник болған. Ол 30-да 40-да 7 екен. 29-да 8, сондықтан сомневаться еттім де. Ол бірақ арзандау екен. Соң осыдан ала салдым. Осы жел. Қасқырма? Иә. Көрінді ме?
Көрүнүп турган. Мынау не бұрын отырған Дайка деген ремен. Бұл да жаңа ремен. Размерлері әртүрлі. Мынау қысқарақ. Міне размері. 16-5, 16-5, 8-де 1-ге. Мынада ол жазылмапты. Так, ұзындығы ғана жазылыпты. 751, міне мына ремен ұзынырақ. Мынау 747. Сонда қанша? 4 мм-ге ұзынырақ. Арт жақтан мына жерде толық жатады деп ойлаймын. Толық жатса, онда стандқа жақсы, орнынан жақсы разгон алатын болады. Және де максималкасы көтерілуі мүмкін. Еще осы ременді стрелкасы бойынша қоямыз. Стрелкасы болмаса, егер мұнда оқи алатындай, мысалға, мына ременде стрелка жоқ қой. Оқи алатындай осылайдан саламыз. Çayıp salып жүріп болатын сияқты ғой. Ремен осындай шығу керек. Примерно. Сонда стант жақсы болады. Дұрыстап жанынан байланып алып. Ремен неғұрлым ар жақ басынан шықса, соғұрлым старт жақсы болады. Мына ремен қысқа болған кезде ол ішіне қарай кіріп кетеді. Примерно былай болып тұрады мына кезде. Осылай болып тұрады. Одан старт жоғалады. Мынада максималка деп өбейді. Қазіргі максималка 84 болған. Енді бұйыртса бір 90-ға таяйтын жер. Мынау жетісі көрмеймін Kickstarter. Жетеді екен, бірақ тием екен. Нормально жатты, бірақ шайбы 2 мм. Ол біраз қалыңдау болып тұр, 1,5 болса дәл болшы. Себебіне ремен бос болып тұр. Көріңіздер ме? Бостау болып тұр біраз. Бұл ременен біраз жүргеннен кейін шайбын алып салуға болады, өйткені желінеді ғой біраз. И созылады өзі де. Сонда мына жерге вообще жақсы жататын болады. Жарайды, қазір жабамыз бәрін. Максималкасын көреміз. Не болады екен? Карбюратор қалай көрсетеді екен өзін. Міне достар, свечаның түсі осындай болу керек. Қазір вспышкамен дұрыс көрінбей тұр, бірақ мынау кирпич түстес. Двухтактный техникада кирпич түстіден чуть-чуть темнелау болу керек. Себебі бедный сместа жұмыс істеген мотор дұрыс болмайды. Ал четырехтактныйге бәрібір. Лишь бы әппақ болмаса болды. Ал свеча әппақ болса, онда мотор өзінің барлық күшін бере алмайды. Ал егер свеча тура кирпич түстес болса, онда жақсы. Және двухтактный техникада чуть-чуть содан қаралау болу керек. Себебі двухтактныйда майлану системасы бәрі бензин мен май аралас. Сондықтан
бедный смесь болса озық көп болады да, май мен бензин аз болады, соның кесірінен моторлар клинт етіп қалып жатады. Сол үшін мен бүгін мынадан ашық түстес болып тұрған. Сол үшін жиклерді алдым, үлкен топливный жиклерді. Соны алдым да, кішкентай мынадан кішкентай темірді алдым да, оны чарыққа қайрап кішкентай қылып алдым. Мынадан біраз үлкендеу қылып, мына өте кішкентай, мынадан үлкендеу қылып алдым. жиклерге нығыз болатындай. До конца сыймайды, бірақ сияйын дейтін қылып. Содан оны ар жақ бер жағын бірақ тесіп салып ем, ол менде тұрған 75-ші жиклер болатын. Ол примерно 110-ші жиклер ма сондай болып кетті. Соның кесірінен скутер жүрмей қойды. Одан кейін үйге келдім де, не істесем болады деп, жай ғана бүйтіп проволоканы осыны өткізіп, соның басына орадым. Сонда тесіктің жартысын біте қалды на проволока. Соның өзінде де дұрыс болмады, соның маған ондай колхозда ұнамайтын. Сондықтан не істерін білмедім. Заказ ететін болсақ, ол 1 айдан астам уақыт кетеді, ол келгенше. Оған дейін шыдамайтын болдым да, тағы бір жиклер болған. 4 тактілі 150 кубтық мотоциклдікі, скутердікі, ол 109-ші жиклер болатын. Соны алдым да, пайкілеп садым, олабамен тесігін бәрін бітеп садым да. Одан мынадан біраз үлкендеу проволока таптым. Мынадан біраз жуандау. Сол проволокамен ар жақ бер жағын бірақ тестім де салып, қаланы бір 5-6 километрдей газды толық ашып, бір айналып шықтым. Содан свечаны шештім, свеча ақшылдау екен. Содан қайтадан сол жиклерді алдым да, сол проволокамен біраз кеңірек қып, айналдырып үлкейткендей болдым. Сонда шыққан результат осы. Мынау қазір вспышкамен өте ақшыл болып тұр. Шын өмірде ондай емес, біраз қаралау. Сондықтан осы смесь дәл болды деп ойлаймын. Жаңа мен примерно 50-мен, 55-пен, 60-пен кетіп барып жұлқыған кезде тұрды. Ал уже результат, что жаңағы салған ремень де жақсы келді, жиклер де жақсы келді. Сондықтан осылай үйде ақша жұмсамай, өздеріңіз тюнинг жасап, скутердің барлық мотордан барлық мощностьті бәрін алуға болады. Сондықтан аянбаңыздар, еңбек етіңіздер, результаттар шыға берсін.